Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл Айзат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға сметанник деп аталатын, яғни қаймақты бәліштің рецептісін ұсынамын. Дәл осы рецептпен сіздердің бәліштеріңіз алғаш дайындағаннан-ақ мінсіз болып шығады. Дайындалу жолы өте жылдам әрі оңай. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Бәлішке қажетті барлық қоспалар видео астындағы сипаттамада жазылған. Ең алдымен електен өткізілген ұнға қант пен қопсытқышты салып араластырамыз. Кейін салқын сары майды қосып, қолымызбен үйкелеп, біркелкі үгітілмелі қамыр дайындаймыз. Келесі кезекте бір жұмыртқа қосып, қолымызбен жақсылап араластырып, қамырды біріктіреміз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны қалаған формаға саламыз. Мендегі форма осындай, асты алынбалы, диаметрі 24 см. Қамырды салып, асты мен жан жағын біркелкілейміз. Шеттері осылай тым қалың болып кетпесі үшін осылай жан жағын басып шығамыз. Ендігі кезекте біз қаймақты салмасын дайындаймыз. Менде дүкеннің қаймағы, майлылығы 20%. Қаймақтың үстіне қант пен ванильді қантты қосамыз. Кейін әрдайым бір жұмыртқадан қосып отырып, толықтай араластырамыз. Салманы қамырдың үстіне құйып, 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 40-50 минут осылай қызарғанша пісіреміз. Піскен бетте салмасы сұйық болып көрінуі мүмкін, бірақ ол қалыпты жағдай. Бәлішті ұсынбас бұрын ол кем дегенде 2-3 сағат суып тұруы қажет. Біздің қаймақты бәліш дайын болды. Бұл бәліштің нәзіктігі соншалық, тіпті шайнауды да қажет етпейді. Менде піскен соң небәрі 2-ақ сағат өтсе де, ортасындағы қаймақты салмасы өз-өзін жақсы ұстайды, ағып кетпейді. Бірақ дегенмен сіздерге суына 4-5 сағат уақыт берулеріңізге кеңес берер едім. Дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер. Менің бәлішімнің диаметрі 24 см болғандықтан биік болып шықты. 26-28 см диаметрлік формада дайындасаңыздар, сәл аласа болып шығады. Өз қалауларыңыз бойынша жасауларыңызға болады. Сіздерге видео ұнады деген үміттемін. Алдағы қызықты рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, үлпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат. Баршаңызға сәттілік.